Так, в общем, аман-есен жеттік. Бәкең бешмаққа дайындалып жатыр. Бақылап апамыздың туған күні екен. Оператор мырза. Неповторимый. Бозшара деген жерге келіп жатырмыз. Жатқан сияқты деп отыр. Ас болсын. Абзал. Жүрек қане орынқы дедіге. Қашан картонейін деп отыр. Просто имя айтпайым. Мансур. Я очень поражен этими пейзажами, на самом деле очень красиво. Это вообще шикарный отдых, это класс. Лайк и subscribe, please. Өте қызықты саяхатымыз болғалы жатыр. Осыны видеоны тамашалаңыз. Кеттік. Эй, Шиза. Эй, Алматы 2022. Ей, ағайын гейм. Алатау бөктері етегіңді шыршалар биікте көріктеді қалмау қажетпей деген шумақтары ешқашан миымнан кетпейді give me beat микрофон маған тисе жағдай қиын райдерда Бентли Мерседес образ дерзкий VIP baby come with me күнімен түнімен smoke пробка ход күнімен түнімен I feel good сорта порт город Биш күнімен түнімен Алматы не услышит күнімен түнімен Стоим в круг, экскурсанты. Білесіздер, мен сертифицированный гидпін. Бұл мешіт 19 ғасырда салынған, нақты датасы жоқ, яғни 1800 жылдары салынған, әрі кетсе бір 150-200 жыл бұл тарихы болар. 1928 жылға дейін бұл жер медресе болған, яғни балаларды оқытып, тоқытатын, кәдімгі ағартатын жерлердің бірі болған, мектеп сияқты. 28 жылдан кейін әрине Совет үкіметі келгеннен кейін бұл жер ондай жағдайды жасату тоқтатады. Одан кейін бұл мешіт ретінде, одан кейін бұл ешкім болмай қалған. Кері Қазақстан еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін 93 жылдан бастап бұл жерді қайтадан реставрация жасап, қалғандарын қайтадан, яғни тас сынған жерлерін түзетіп қойған. Бұл жер қазір мемлекеттік қорғауда. Бұл көріп тұрған 4 бұрышты мешіт 22 бөлмеден тұрады. 28 күмбезі бар. Намаз оқитын жер ау деп қайсы? Аналар ма? Ты не ребенок уже? Ну, бір шамаға келген. Атылып кетсін. Как осторожно. Нет. Хочу дать, чтобы она выйдет. Ал, құрметті достар, қалайсыздар? Біздерде кішкене техникалық ақаулар болып, біздер қазір видеосъемкамызды бейнеуден шыққан бойда 30 км жерде Көркембай мешітін бастағалы жатырмыз. Локациялар осы жерден басталады. Қазір таңда бізде мұнда 15 көлік, 70-ке жуық адам. Бұйыртса бағытымыз Жармыш ауылына қарай. Біздің бүгінгі локациямыздың бірінші локациямыз Көркембай мешіті 1928 жылға дейін осында медресе болған. 93 жылға дейін одан кейін жұмыс жасамаған, енді атқарылмаған, ешқандай былай айтқанда ешқандай қараусыз қалған. Сол 93 жылдан бастап еліміз осыны мемлекеттік қорғауына алып, қазір таңда реставрация жұмыстары жасалып, осындай айналасында қоршау тұрғызып, мал сүйкенбесін деп өте керемет. Ішіне келсеңіз, мына трассаның бойында орналасқан. Жалпы мына жерде бір әрі кетсе бір 300 метр жерде жолдың бойында орналасқан. Бүгін арамызда бізде әртүрлі блогерларымыз бар. Мына жерде Берік Тревелер деген атақты өлкеміздің блогері, фотограф Арғын Елеукенов деген сондай айналамызда әртүрлі кәсіби мамандар бар, өзінің мамандары бар, судьядан бастап кәсіпкерлерге дейін бәрі бар, мұғалімдер бәрі бар осында. Алдағы уақытта бұйыртса қызықты саяхатымыз болғалы жатыр. Осыны видеоны тамашалаңыз. Кеттік. When the angels up and leave the cold, slamming all your doors, I'll be around. On a frozen night, lights carved in ice, I'll be around. And through the heavy times
comes a call, when you're about to bawl, I'll be around. Bottom of the wine, and love is hard to find. I'll be around. Dark days come and aches will pound, eyes will come and bring you down. When you're done, I'll be around. Teredi dini qiymalın Soluluktan birisi figurаңы Ақ бұлақтайын сыңғырлайды үнің Арналып жатыр тыңдауғар көлім Көлігісің шетелдік марканың сен Сағым аймалысы көзімді Жалым шарпы келді тәнімді Бағыт берші маған бағыт бер Жүрегіме сыйлық алып кел Ал менің саған сезімім айқын Өзің білсің әрбір қазақ айғырбайтын жерін соған сайғыл Әйір ойын қылып жүрген байбыл Болмасаң да жексен байып майқыл Менің шексіз әнім болып айтыл Айналдырып алмасын деп қайғы Себебі оның байың сенің айғыр Ман Атлант. Миф о первочеловеке. Мэн, сын земли и неба, известен иранцам, германцам, но только у саков сформирован общеиндоевропейский образ первого человека. Написал Шапошников, исследователь Авесты. Так, про него написал еще Аристотель. Зороастр жил за 6000 лет до Платона. Написал Аристотель. Мангистау — это земля, где ступила нога первого святого. Мангистау — это земля, где покоится первый святой. Написал Тюмень в 1884 году. Первый человек Ман в зороастризме вошел в вечный покой на Мангистау, на горе Маната. Написал Алиш Кекельбаев, Герой труда Республики Казахстан, академик. В общем, здесь, как вы поняли, хранится земля. Кстати, это команда Диас, танки, они едут с Алматы. Тоже пронумерован, как мы. Скопировали у нас они. Все, жігіттер, по машинам, да? Следующая локация Жармыш Каурам. Наши, видим, смотрим, думаем, встретимся все-таки или нет, да? В итоге встретились. Да, Атрал Намац у нас. Атрал Намац, это Атрал местный Expedition Club. Может, вы слышали, нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, есть предложение. 9 мая в Нижней панораме будем раскрывать самый большой флаг Казахстана. 9 мая, 9 мая утром, да. Шаров в эту Мы тоже поедем, но мы на один день наверх. Мы сегодня в Жармыше ночуем, завтра на верхней панораме и послезавтра нижней панораме. И там раскроем большой флаг. Завтра. 9 утром, 9 мая утром. Мы же тоже послезавтра. 11 Мы 11 вечером уже будем Атрау, да. Ну все, мы в Атрау приедем к вам в гости. Ну давайте, все, телефон. Все, давайте, до связи, давайте. Один вечер у нас будет с вами. Қазір біздер Жармыш шатқалындамыз. Міне көргендеріндей терең. Бұл жерден негізі су ағады. Бірақ қазір судың кішкене ғана нелері бар. Әрбір жерге жиналып қалған түрі бар. Әлі жүріп келе жатырмыз. Міне ана жақтан басады. Мына шатқалдың ұзындығы
1 километрдей болады деймін. Мына жерде сулар бар, қалып қойған. Негізі бұл жерден су салдырлап төменге көп ағады. Яғни қардың мол жиналған жылдарында осындай болады екен. Мына жер шығу қиын болып баратыр әрі қарай. Ноги после машины не ходят? Ноги не ходят. А надо. Все, это на сегодня последняя локация. Сейчас кушать и спать. Так что ехать некуда. Тут мына жер шығу енді қиындап бар. Өрмелесек қалай болады? Жақтан су салдырлап жатыр. Осы жерден тоқтайық дейсіз апа? Әсел әрі қарай. Әсел. Қорқып тұрмаға. Мына қыз өзінің альпинизмге ұқсайды ғой. Альпинистке бұйырса жайлап өрмелеп кетеді ғой. Дубль 24. Аралма деген тақырыбына. Я снимаю видео. Меня сюда отправили. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Өйде біздер болдық. Болдық, иә. Бір жыл бұрын. Так, біздер Жармыш ауылындағы үйге келдік. Бұл бір хостел емес, қонақ үй емес. Бұл біздің Ерік ағамыздың ата-анасының достарының үйі. Біз мұнда екінші рет тоқтап жатырмыз. Біздер өте ыңғайлы локация бойынша, себебі осы жерге дейін шамамен бір 9 сағатта жүріп келдік. Оның үстіне мына жерде сарқыраманы қарап келдік. Мына жерде водопадқа бар. Жоқ, шатқан, жоқ, емес. Алтын тотым аға келеді. В общем, водопад қарап келдік. Мына жерде әдемі, күшті локация. Одан бұл ағаларымыз екі қабатты үй. Мына жақта қазір тамақ пісіріп жатыр. Осына қонамыз. Мына жақта ас дайындалып жатыр. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жақсыздар ма? О, тамаша. Нан салуға дайындап жатыр. Сорпасы дайын екен уже. Етін түсіріп алған. Қазір нан салуға дайындап жатыр. Осылай. Мощно. Міне, бүгін мына жақта
Далада жататындар кайф. Спальникпен жатуға идеально. Комаров ничего нету. Қалай, жол қалай болды? Жол керемет, бірінші күнгі аялдама, соңғы порция, соңғы жаңа неге сарқырамаға барып, кішкене көңіл күй көтеріп, күні бойы отырған шаршаған шаршауымызды басып, сол жердің үлкен көңіл күймен келіп отыр. Қазір бірінші күнгі аялдама. Керемет, жол жеңіл болды. Молодцы. Қалай болды, әжеке? Бірге? Қалайсыздар? Күшті, жақсымыз, керемет эмоция алып жатыр. Сіздер жоғары шығып кетті бана. Я шатқалдың ішімен жүріп, жоғарыға көтерілетін бір табан із бар екен. Жоғарыдан енді бөлек көрініс жоғарыдан күшті болды. Әдемі. Қазақстан табиғаты шексіз байлығын көрсетеді. Біз жетіп болғанша олар жоғары шығып кеткен. Біздер ана жазықта көп өскенбіз ғой. Ана қыр баласы қол созады аспанға деп. Сол сияқты бірдеме көрсек мүңк кеткіміз келіп тұрады. Туған жерінде көрді ойында. Так, мында кімдер спортшылар кетті мына жақта? Оралбек, қалайсыздар? Күшті. Оралбек не жұмыста жүрген ғой. Всем жұмыстастарына, басшыларына сәлем. Сұрап кеттім. Деген, кажется. Так, в общем, аман-есен жеттік. Жайғасып, кішкене. Бешбармақ, Бәкен бешбармаққа дайындалып жатыр. Қайтады, где-то 200 калорий түсіріп тастау керек, содан кейін бешбармақ жемейді. Бәкен бір жақсы қабілеті бар осындай, сөйлей береді десіп. Айта беріңдер. Так, неше рет Бәкен? Ау? Неше рет істеп жатырсыздар? Білмеймін. Мощно, жақсы етіп жатыр негізі. Әдемі етіп жатыр, әдемі. Так, в общем, сол. Давайте дастарханда кездескенше кеттік. Ну, заряд, походу, зарядтамайды бәрі. Переключатель тығып қойдың ғой, зарядтаған жоқ вообще бәрі. Может, переключатель жасамайды? Они телефон зарядтап тұр ғой. Ой, предпоследний ауысады. Алтылық іздейміз, кәм алты қағазбен ойнаймыз. Қолына карттан қопылсаң, мынаны аласың да, ойнап кетесің. Дәл қазірде ма? Жоқ, қолына. Болғанда мына жерде карт тұр. Bir minut тыныштық. Мына үйдің иесі Сұлтан аға, Бақтылы апа, бұл ойысы иесі бізде қонақ шағасы бар. Енді бүгін қараңыздар, бүгін біздің келуімізге орай Бақтылы апамыздың туған күні екен бүгін. Апамызға мынандай торт жасап алды. Апа туған күніңіз құтты болсын деп айқайлап жібермеймін. Апа нешеге толып жатыр? Апамыз мынандай Атырау Наматов деген біздің Маңғыстаудың атынан рахмет. Жоқ, ешкім айтқан жоқ. Жеңеше құтты болсын басқа тек қосыла берсін. Мен ағам екеуміз бақытты болып, ғұмырлы ғұмыр сүріп, бірге әдемілеп қартаймыздар. Все, рахмет. Жақсы жүріңдер. Жолда өте сау жүріңдер. Қош келдіңдер ағайындар. Ескеріп жатқандарыңа бәрі сау бол. Бәріңе де рахмет. Жақсы жолда жүріңдер. Маңғыстаудан жақсы әсер алып, қасиетті жер екенін бәрін де білесіңдер ғой енді. Ал жақсылықта болыңдар, аман. Завтра пойдем в 6 утра. И практически каждый день в 6 утра.
привыкаем, хорошо? Потому что жүретін жолымыз өте алыс. Көрдіңіздер ғой, біз мына 800-750 километрді почти бірақ жақсы келдік, шын айтамын, да? Организованно, быстро выход, зашли и так далее. Үшінші точка, уже Жаңаөзенге барамыз. Уже қымбат. Жаңаөзен, Обақтың сайында уже 2-3 сағат кетіп қалды, просто ғана кіріп шығамыз дегенде. Сондықтан Жаңаөзенде заправка, закупка и дальше ар жағына уже Бозжыраның верхний панорамасы бар. Сол жерде уже кемпинг бар. Со своей стороны мы подготовили памятные для вас небольшие презенты. Покажите, как мы выглядим. Это вот такая кружка, термокружка, логотип Атранамац, гравировка, и здесь сзади Магистал 2025. Они уже такие именные, поэтому... Здесь, давайте. Кидаем сюда. Давай, Ереке. Келіңдер, бизнес Бизнес уақыт келгендер. Екі. Қазір әңгіме айтамыз, мастер-класс. Мынау Мынау Жағыштағы алғашқы таңымыз. Тұрып жатырмыз. Таңғы ас. Енді осындай шведский стол жасаймыз. 70 адамға бір дастархан дайындау енді таңғы 6-да. Бұйыртса 7 жарымда да жүріп кетеміз, шетпеге барамыз. Шығып қалайсыздар? Ағашты маған. Нормально тұр ма? Төбесі нормально таттыңыз ба? қайырлы таң. Бізде Жаңғыштамыз. День номер 2. Бізде қалып кетеді. Ардында не қойып Матч. Айта беріңіз. Мұны палатка көліктің үстінде. Енді ең рахат осыларға болды. Екінші ана жерде Сәкіде алты жақта адам кетті Сәкіде. Қасына палаткеде. Қалғандар үйде жан жақта. Кто где? Қазақстанға 6:30. Берісі Жаңғышта тұрып жатырмыз. Қазақстанға асымыз ішіп, жолға шығамыз. Міне, мынау матрас дейтін түсіндіріп етейін. Бұл надувной, бірақ бұның іші ауа емес, бұның іші губка. Мынаны ашқаннан кейін ауа өзі сорып губка, бүйтіп қысылып тұрған губка, бүйтіп кеңейеді. Ал енді бұны кері шығуар үшін, бұны кері ашасыз клапанды, ана жағынан бастап, сығып, итеріп жинап алады. Немесе насоспенен сорып тартып алады. Рулонға не олып қой, рулонға бейді. Рулонға бар, өте қиын мынау. соның ішінде лига чемпион меніңше өте жауапты жерге беріле салатын емес. Енді қанша ойыншылар болды. Барлық әндерім сен жайлы білмейсің, жаныңа келгенде жай ғана дірілдеймін. Қанша рет жоқ десең де мен берілмеймін, әндерім тек сен жайлы үндейді. Көзің әдемі, сөзің әдемі, еркелетіп күлген кезің әдемі. Көзің әдемі, сөзің әдемі, еркелетіп күлген кезің әдемі. Сағынамын бір күн көрмесем мен сені, елім жеңіл алыстан көрсем мен сені. Тағы айталаймын мен сол сөздерді, саған арналған барлық әндерім. Көзің әдемі,
да? Как обычно, казах был реально супер рахмет. Ешқандай проплаченный реклама емес. Бірақ реально глоток кофе жасалып это болды. Олар бізге рахмет айту керек. Олар бізге рахмет айту. 60 адам келіп кофе алып кетіп жатыр. Соңғы просто неден намазханасымен кәдімгі. Тамаша, тамаша. Саяхатта жүрген адамдарға Казахойлдың заправкалары кәдімгі өте керек нәрсе. Жақсы туалет, жуынатын жер, намазхана, барлығы бар керек нәрсе. Сіздер кімге болеть еттіңіздер? Барса жоқ, интер. Жанымды мұңсыз жайландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын, сауығым қайда сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім. Сәттерім тізбектелді, қоштасуға да бата алмай жүрмін, жалғыздығыма қайта алмай жүрмін, қайта алмай жүрмін. Көзіңе қарап сүйемін деп те, сүймеймін деп те айта алмай жүрмін. Жанымды мұңсыз жайландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таң қалмаймын. Қайырлы күн. Бүгін біздің саяхатымыздың екінші күні. Жармыш деген ауылдан шығып, Ыбықтың сайы деген бір жақсы әдемі жерге бара жатырмыз. Одан кейін Қараман атаның жер асты мешітіне барамыз. Және одан кейін ары қарай Жанөзен арқылы бүгін Божыраның жоғарғы жағында лагерь құрамыз. Саяхатымыз өте әдемі өтіп жатыр. 16 көлік, 70-тен астам адам бар. Бәрінің көңіл-күйі жақсы, керемет. Біздің экипажымызда как сервис, в общем, съемка. Алда отырған Арғын деген біздің Атыраудың атақты фотографы, керемет. Өкінбейсіңдер, бүгінгі біздің рөлде отырған ағамыз Берік Дауенов деген Ақтаудың тәжірибелі саяхатшысы, гиді. Енді біздің 4 күндік саяхатымызды осы кісінің айтуыңызбен жүреміз. Енді тұр десе тұрып, енді отыр десе отыруға тура келеді дейсің. Сол. Мына енді қасымызда отырған Абай деген жігіт. Абай бізде дронды ұшырудың маманы. Мына камераны түсіріп отырған Ясин деген баламыз. В общем, осындай составпен бара жатырмыз. Ал жолымыз болсын. Мына керемет жерлер. Тағы не айтуға болады? Енді жалпы бәрі жақсы, бәрі әдемі. Алдағы уақытта әлі комментарий жасап отырармыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын, сауығым қайда сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім. Сәттерім тізбектелді. Жайландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын. Айтасың ба, сосын обойдительный, здесь фактурные эти
Не типа, Сону вот на камеру надо говорить? Куда? Ему же Нет, он же будет снимать потом. И потом голос будет налажен. Нет, ты же можешь просто голос записать. Нет, ты же можешь просто голос... Да! Но голос откуда он возьмет? Голос вот же оттуда возьмет. Куда надо говорить? Да, я буду говорить, просто прочитаю здесь информацию. Нет, я просто информацию не знаю уже про это. Друзья, всем привет! Сегодня второй день нашего тура, и его мы начинаем с такого вот уникального места Бахтасай. Бахтасай — это каньон с необычными формами скалы. Их высота от 3 до 6 метров. Сейчас мы подробнее покажем. Пойдемте посмотрим. Сол жаққа, солға. Әне. Аяқты тастап тірелесің, және қолыңызды аяқ жептеш. Мына жерде бір стойчик бар, қарамай, шығатмасыңдар, мына жерде. На счет 3 все, улыбаемся. Раз, два, три, снимаем. Вперед, артка, битки чуть-чуть вайер. Еще раз, два, три, снимаем. Все, есть кадр. Менімен бол, күнде сансыз айтып әңгімеңді айтқызып сол. Сенің сүйген ескі әндеріңді жанымда бол. Ренжітсем де сені айлы түнде менімен бол. Менімен бол, күнде сансыз айтып әңгімеңді айтқызып сол. Кеше кімге айтып қойып едім ғой, сөйлеп аға, осы жердегі. Жоқ, үлгереміз дегенде кешкі 10-ға дейін үлгереміз точно, да, например. Енді бұл жыра армайтын 2 сағат қой. Не істеп тұру керек, қимылдап тұру керек па? Алло, 160 пен түсірді бәрімізді. Бітті ма не? Неге өте айналады. Прелюдия жоқ па? Воздуховодтарын қара. Мына жақтары дискі форм. Вау. Фонарик готов. Жақ. Жоқ қарай ойылған негізі. Ойып бастаған. Тағы бір мешіт бар, сол мешітке дейін апарған кезінде. Жақсы білесіз. Қандай мешіт ол? Ол қазір бар ма? Бәрі мұнда екен ғой. Құрметті саяхатшылар, зиратшылар, енді бүгін біздер келіп жатқан жеріміз Қараман ата деген 362 әулие атаның ішінде жататын өте керемет әулие кісі болған. Сол кісінің
Сол атаның атына арналған жерасты мешіті. Бұл жерде жалпы ақ қараны ажыратқан деп айтады. Бағанадай біреулер дау, жер дауы, ел дауы, сондай даулармен келіп, осы жерде бағанағы дауларын шешкен деп айтады. Енді бұл туралы көптеген аңызды әңгімелер бар. Оның ішінде сол Бекет ата мен Бекет атаның бағанағы түркмендер мен қазақтардың арасындағы дауды шешкені бар. Және ол даудың бір кішкене қазақтар жағы бірдемені құптап өздерін білдіріп қойып, бірақ сол атамыздың, Бекет атамыздың осы жерде 3 күн 3 түн дұға оқып отырып, қазақтарды, қазақ жағын бермей, бағанағы тірі аман алып қалғандарын, екі елдің соғыс кезінде тұрған жерінен бәрін бір бейбітпен шешкен туралы аңыз әңгімелер бар. Ол аңыз әңгіме ұзақ әңгіме. Бірақ енді айтатын болса, мынау негізі үлкен бөлмелер болған. Және де Маңғыстаудың ой қырында әрбір жерлерде жерасты жолдары болған. Мысалға, мына Қарама атаның мешіті болса, мына жерде көріп тұрсыз ғой, тесік. Мына жерден жалпы айтады аңыз бойынша осы жерден былай жерасты жолдары болған дейді. Жерасты жол бағанағыдай жау шапқыншылықтар келген кездерде бәрі осы жерден жер кіріп, бағанағы туннельге кіреді, ауыздарын жауып тастап, бақа ашап дегенше басқа жерден шығып, аман алып қалып отырған екен сөйтіп. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Рахманир рахим. Малик йаумиддин. Ияка нa'буду ва садақаларыңыз болса, садақаларыңызды қалдырыңыздар, тілектеріңізді тілеңіздер. Енді айтады ғой, бір садақа бір жамандықтан сақтайды дейді. Сондықтан сақтанып жүрейік. Садақа салатын ящик бар. Бұрын келгенсіздер ме? Бірінші мәртеге бастыңыздар ма? Біріншіге бастаңыздар, ата туралы кісіде атаның басына барғанда айтар, жарай ма? Алла қабыл. Мына мешіт өзі 4 бөлмеден тұрады, дәл қазір. Мына отырған бөлмелеріңіз сол атамыздың кезінде. Микрофон. Осы сопылардың мекені дейді Маңғыстаудың негізі. Бұл кісілер сопылар. Сопылық дәуірде сопылар болған. Сондықтан мына отырған жерлеріңіз өзі атамыздың қасиетті сопылар дайырлаған, намаз оқыған, тоба қылған жерлері. Ас болсын. Іште салонда тұрған. Рахмет көп. Ас болсын. Рахмет. Ас болсын. Қазақтелеком. My love. Қазақтелеком. Не, Бұқтысайда интернет жасады, мұнда жасамайды. Бұқтысай енді сондай не ол? Как его? Все понятно. Ой, қайрақтай жұмыс істеген қайда? Өйтірге. Ас болсын. Қазір жейсің ме? Рахмет. Ерлан жоқ. Ауырсақ дейсің ба, Ясин? Ау. Давайте. Сен ал, қазалы ба қолына? Рахмет. Қазалы да янады. Бер екеуіне беремін. Рахмет. Қазір біздер саяхатымыздың 2-ші күн жалғастырудамыз. Таңертең Жармыш ауылынан шығып, Абықты сайы дейтін өте әдемі бір сайға келдік. Ол жерде біраз аралған фотоға, видеоға түскеннен кейін келесі барған нүктеміз Қараман ата жерасты мешіті болды. Ол жерінде тамаша әңгімесін, аңызын тыңдап, атаның басына бір Құран дұға бағыштап, кішкене жолда әлденіп алып, енді қазір біздер Бозжыраның үстіңгі панорамасына кетіп бара жатырмыз. Қазір мынау Қараман атадан шыққан жол. Өкінішке орай мынандай салдырлап жатыр. Жол шоқалақ. Жайлап барамыз бұйырса. Қараман атаның басынан Бозжыраның үстіңгі панорамасына дейін шамамен бір 5 сағаттай уақыт алады. Жолда тоқтап, заправка жасауыңызбен қосқанда. Бұйырса Бозжыраның үстінде кездескенше. Әрбір трек кіреді керек етпеймін мен доктор Дрейні. Мұның бәрі еңбек түп жеңбек берем
терезеден шаңырақ керек еме керек бедеге берем десе берер терезеден люблю букву Р чисто маңдай тер в рэпе кондитер туған жерді әндетем сенің бары сенің кредо жаратушыға мен сенің кредім жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасы фейс қара болса да жүрек қараймас жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасы бірге қайталап айтамыз қайырмас. Ну, в общем, панорама бүкіл неге осы тауларға. Анау бізде қызыл көк тирамису деп атайды. Адамдар жүр. Сен көтердің таяғын алдын жауып берейік. Енді мен көтерем, ол риск көтеріп жүру керек қой. Жасап жүрген адам. Давай. Сюда, давайте, келді. From London to Japan, stomp land to the Egyptian sands. You can't check me, disrespect me, or mop me up with the bass bumping out my truck. And all these police trying to lock me up. Money rules the world, and I made the loot, so don't make me shoot. Cause trying to match it get you done every time. I ain't trying to hurt nobody, but I'm down for mine. Biatch. Можжараның өзіне барып келдіңіз бе? Бармадым. Барып көріңізші. Күшті жатса, 3x. Өзіңнен алмайды мені елесте жүрегіңнен жылу кеткен кезде мен ал еске келесі кездескенше мені елесте қараңғы суық түнде сөнбе мен ал еске келесі кездескенше бейнең олай ұмытылмайды оңай. Қазір бұйыртса отын дайындап жатыр, мына жерде кухня дайындалып жатыр. Бұйыртса кипяток болады, қазан қазір ыссы тамақ пісіріледі. Бәрі палатқа құруға кірісіп кетті. Бұйыртса бәрі орын алып отыр, мына жерде мындай витпен таңертең оянамыз деп. Көрден керемет жер. Соны айтады. Бұйыртса қазір көреміз. Анета мотоцикл айдайын деп жатыр да. Барып қарап көрсейші, что там не айтатын. Ал, құрметті атыраулықтар, бүгін біздер Бозшара деген жерге келіп жатырмыз. Осы әдемі, сондай бір керемет Алланың құрастырылған бір нәрсе, бір біздерге адамға кішкене қуансын деп сондай бір әдемі жер көрсетіп, соны біздер жоспарлап Атырау Nomads Expedition Club бірігіп, бірге біздер эндуро команда өзіміз 3 адам қазір осы келіп жатқан. Рахмет баршаңызға, мына осындай экипировка қазіргі осы соған дайындалып жатырмыз. Рахмет. Ана үлкен тарелкаға дос алып кетті сразу. Миша, держи. На 4 сюда положите. На 4. Салат. Ас болсын. Сәлем. Көрінеміз бе? Көрінесіздер. Зря вы не приехали сюда. У нас королевские уже. И
Королевский вид таңертең болады. Ас болсын. Күшті отыстар ғой. Неде кездесеміз да онда екі жақтан верхнийді қарап келеміз да просто да. Елде біз верхнийді қарамай төмен түсе берсек, сен келе алмайсың ғой да. Нені не істеу керек? Менде ештеңе жоқ қой менде мысалы. Ladies and gentlemen, дамы и господа, қыздар, жігіттер, ортаға келіңіздер, бір обсуждение жасайық, сосын барып жатасыздар. Қазір тағы айтармыз, 3 точка бар да Бозжырада. Верхний панорама, средний панорама, нижний панорама. Егер Бекет атаның басына баратындар болса, онда олар верхний панорамаға бармайды. Таңертең сағат 8-де палаткілері бәрі жинап, дайын тұру керек. Түн бірағында не болып отыр мұнда вообще? Абзал айтады, не деді бана Абзал? Мұнда бүгін 7 мамыр күні мемлекеттік мейрамға байланысты көп ішетін адамдардың анонимный алкоголиктардың Бозжырада жиналысы жүріп жатыр. Түнгі мезгілде көптен бері ардагер алкоголик бұнда Эльдар басқарады бұл жиынды. Сіз бана кочкада басын соққан сіз бана. Қалайсыз? Так, не болып отыр мұнда әреке? Бозжырадан құладым мұны. Көрдіңіз ба? В общем, көрсеткен жоқ, көрсетші, қара, қара. Негізі кішкентай сызық, бірақ қандай бәрі орағың от души. Қасында екі қыз бар, соның бәрі орап тұр, в общем. Шын айту керек па, или прикол айту керек? Прикол айтсам, қырсын ауыр болып кетер. Құлаған түсіріндер ма? Құлаған түсіріндер ма? Әдемі құлаған сияқты, мен көрін жоқ, тауық түсірдіп тұрсың. Әдемі құладым. 3 рет құлтыйды, неге? 3 рет ауладым. Кішке YouTube қарала алмайды ма? Басында қалай дейсің? Атбек дейсің, аяқтары. Мен әдейі контент жасадым ана жерде. Ескертпейсің бізге. Кім үшін жасадың? Ол контент же, он должен... Оны екі қоян көрген, сырт жақта екі қоян көрген жақта қарап. Спонтанный был керек қой. Это уже как бы не написанный сценарий. Жоқ, шәшеш, мен кетіп баратырмын и примерно бірден қалу мүмкін. Возможно. Соның өзінде у меня это прекрасно получилось, я хотел сказать. Ертең жалғасы болады бұйыртса. Бозжырадан прямо утестан тек ұшып кетем. Слоумоуды қалайын жасау керек. Жақында. Ықсы. Пингвиндер сияқты жақын тұрыңдар. Пингвиндер сияқты бір-біріне жақында отырады. Не болып отыр мұнда, жігіттер? Версия, не болып отыр мұнда? Выяснение, таңертең қаяққа баратын Бекет ата или Тұрғыт жөдің, выяснение куда? Иә, бізге былай ұсынып отыр да, 2 вариант бар дейді. Егер Бекет атаға баратын болсақ, таңертең 8-де палаткілеріміз барлығы жиналып тұрып. Сіз не таңдадыңыз? Мен Бекет атаға барам. Сол үшін мен ниет кеміп келген. Біз 2-ге бөлініп аттық қыз лагерімді. Сіздер? Бекет ата. Сіз? Мен бардым Бекет атаға, мен болды, бәке, красавчик. Сіз? Мен де болдым Бекет ата, мен Бозжыраға барам, бұйырсам. Бірге барам. Все, сіз пересядка, да, короче? Отлично. Ертең шайқас ойнап жатырдан. Үрке, сіз не таңдадыңыз? Сіз не таңдадыңыз? Бармайтын болдым. Бармайтын болдыңыз ба? Вообще қайда бармайтын болдыңыз ба? Қалатын болдым осында. Суда сведи? Осы ұнады маған. Осы ұнады ма? Все. Бірақ мұнда вид бәрі көресіңдер. Йо, керемет. Бәке, келіңізші. Не болып отырмын да, бәке вообще? Не болып отыр, не жиналдық мына жерде? Не болып қалды? Дәл қазір ма? Иә, дәл қазір. Соны мен де түсінбей отырмын. Соны біз анықтап отырмыз, соның несін. Шет жақтан келіп, не болып отыр? Сұрастырып, не болып қалды деп соны. Версия бар ма? Не болып отыр қазір? Енді бірдеңе ойнайтын болармыз, андай шаманизм сияқты билейтін болармыз деген ой бар сондай. Ой ба? Үміт па? Сіз Индиядан кейін үміттен жүрген сияқты сондай бір ойындарға. Андай костер жағып айналасына отырып. Ана видеодағыдай жатпаймыз, мына жерге ставка жасайыншы, ана видеодағы жатпаймыз. Бозжыраның ішінде бар жатамыз. Ол видеоны, только шешінбей-ақ қояйық да. Жоқ, болады, шешіну керек. Жігіттер, қыздар, бір-бірімізге тынышталайық. Мына уже таңертеңгі жағдайды талқылауға шақырып отырмыз.
Себебі қараңыздар, мына жерде Божраның 4 деп айтуға болады да, панорамасы. Мына тұрған панорамасы бұл общий вид деп аталады. Окей? Бұл верхний да емес, нижний да емес, средний да емес. Енді қараңыздар, сіздер мына жақтан Атыраудан, енді білем да, өздеріңіз почти жартыларыңыздан жуығы Бекет ата зиярат үшін келдіңіздер. Бұл келіп тұрып, киелі мекенге соқпай кету мүмкін емес дейтін. Бұлай да бар. Басқаша бұған жарайды, мен өткенде келдім, мысалы қаңтар айында мен Божра үшін деп келген адамдар да бар. Сондықтан ертең таңертең 2-ге бөлінуге тура келіп тұр. Таңертең 8-де осы жерден Бекет атаға барамыз деген топ, мына оң жаққа шығасыңыздар, оң жаққа. Мына жаққа Бекет ата барамыз. Оң жақ қай жақ көрсетіңіз сіз? Менің оң жағым. Мына жаққа. Просто біздер кешіміз негізі бұлай өтпейтін еді, себебі біздер талай барып жүрміз осы саяхатқа, орт жағып, айналып, әңгімелесіп, танысып, солай өтеміз. Бірақ келгеннен бастап бізге кішкене азап сынақ болды да, желіменен, несіменен басылды уже бәрі да. Енді бірақ от жағуға болмайды деп жатыр. Мен айтқанға тынып, жайлап, бірақ просто по кругу отыруға фонарикпен, если хотите, можем дальше. Ертең торышта отырғанда жағармыз. Торыш керім болады, я жағым. болмасаң Таңда осыған ұстап отырмыз. Қайсыздар? Конечно. Адам сан жинап қою керек. Чай ішуге дайындық. Хоп. Ал құрметті саяхатшылар, Баке, бүгін сонымен 3-ші күннің таңы бұйырса, қалай ұйықтап шықтыңыз? Мынандай ауада қалай ұйықтап шықтым деген сұрақ болмайды. Керемет болады. Өте тамаша. Сыртта жай аздап желдің дауысы. Замогыңды ашсаң мынандай көрініс. Саяхатшылардың арманы ғой. Нағыз арман. Енді біздердің тұрған жеріміз мынау Божраның Марс деген жері. Яғни көргеніңізде Марста жүргенде. Қазір біздер бұйырса ана тұрған верхний, яғни ең жоғарғы панорамасына барамыз. Аны тұрған содан кейін бар, оның қарамарысына ортаңғы панорамасына барамыз бұйырса. Қазір жинақталып жатыр, лагерь тамақ пісіріп жатыр, таңғы ас болады. Одан кейін бұйырса жол жүреміз. Қалайсыз? Қалай ұйықтадыңыз? Жақсы ұйықтадық, вообще шикарно. На свежем воздухе прям бодрячком проснулись. Локация просто сногсшибательная. Проснулись, офигели. Офигели. Какая красота у нас здесь, в Казахстане. Все супер. Благодарю Намаз Атырау за то, что вы даете такие возможности. Рахмет. Өзбекстан. Бізде уже Өзбекстан бар, Маңғыстау бар, да? Я Өзбекстан, Маңғыстау, Нарынқұм, потом Ганюшкина, короче, везде всюду с вами. Процветайте. Қалайсыздар? Қалай ұйықтадыңыздар? Керемет. Қайғою процесі жүріп жатыр. Далада ауыл. Өздерің жақсысыздар ғой? Шүкір, жақсы. Ботқа беріп жатыр. Каша беріп жатыр. Каша? Ал біздер бүгін екінші, үшінші таңымыз. Алла қаласа, артқы панорама көрдіңіздер ғой. Осындай көріністен біздер ояндық. Палаткаларымызды жинастырып жатырмыз. Так, бізде қазір полевой завтрак. Қараңдар. Біздерде мына жақта не бар? Кофе. Кофе. То есть все как положено. Варенье, орехи, изюм, чай, кофе. Короче, здесь мына жақта каша. Дильфуза апамыз бен Елана ағамыздың
качественно қарағанда мощный, короче. Как положено, на сливочном масле. То есть на натуральном сливочном масле. Так что біздің поварларға рахмет айтып қояр сосын. Ал ас болсын. Бәрі ойнап отыр ма? Абзал, что ты хочешь сказать? Скажи мне, родной. Кеше бар ғой, жестко подставы істеп жатыр ғой. Вообще кәм. Айтайын ма камераға? Мына жерде отыр, короче, шайды бүйтіп бар ғой. Еще мутный стакан, короче. Айтады, типа, вода, кажется, грязный деп соған маған намек істеп жатыр ғой, короче. Мен айтам, біз дейтін, мына таза 5-литровойдан құйдық қой, питьевойдан, короче. Сөйтсем, короче, аламда мына жерін ашам, қараш. Әсен, бұлай ашам. Іші мөп мөлдір таза су ғой, короче, қараш, андай мөп мөлдір таза суда. Оказывается, стакан грязный у него был, прикинь. Вот так жестко, оказывается, люди поставляют. Видео же провокация. Жестко. Ну, оказывается, она, каждый ресторанда болады ғой, не, жалобный книга жаза беретін, андай шаш тауып ала беретін адамдар болады ғой. Оказывается, осы адам екен, счет төлемейтін бар ғой, блин, оказывается, хотел, короче, жестко нас. Қалайсыздар ма? Так, ана жерде каш алыңыздар. Там есть этот варенье, изюм, орехи. Все как по... Ну, соны айтам. Ас болсам же, қасалып берем саған. Все, Ясин, жайлап түсе бер. Я пошел тоже кушать. Ас болсын. Кәдімгідей балалық кезіңдемі ғой бұл деген. Қалай аяқтадыңыздар? Ұйқы жақсы болды, бірақ та палатка онша емес болды да. Бізге енді алдын ала ескертті ғой, 2 қабат палатка алып шығыңдар деп. Біз 1 қабат палатка алып шығып, енді қиындығын қазір көріп жатырмыз. Нағыз жігіттер 2 қабатты палатка дегенде олар мүлдем етпейді. 2 қабат деген сөздер тек қана 1 қабат алып жүреді. 2 қабат деген тек әйел адамға тиесілі. Ондайдан кейін келесі тек спальный мешоктың өзіне жетемін. Счет білесің ба? Не болды кеше матч? Қалай көрдің? Арсенал өтті деді өшкені. ПСЖ Арсенал да кеше? Ешкім білмейді. По-любому ПСЖ болды. 99,9%. Давай айтайын ба, бәріне жазылады. Атырау Наматовтың жүрген жерінде бүгін байланыстың болмауына байланысты. Математический немен қабілеттілігіңіз бен? Математикалық жаңағы ойыншылардың ойнау қабілеттілігіне байланысты кешегі счет ПСЖ жеңді деп ойлаймыз. ПСЖ 3-2. Сіздер кім деп ойлайсыз? Мен Арсенал өткен сияқты. Арсенал 2-1 шығар. Арсенал. Кім ұтты деп ойлайсыз? Кім ұтты деп отырмын, негізі ПСЖ ұтқан сияқты деп отырық. Не алды жігіттер? Ағзал аға ПСЖ, сіз ПСЖ, Тұржат пен Дәулет аға Арсенал деп отыр. Ал енді осы жерде шын результат шығады. Осы жерде шығады. Меніңше Арсенал ұтты. 2-1. Жоқ, 2-1 емес. 2-0. Арсенал ұтты, Арсенал шығады. Ронас кім деп ойлайсыз? Кім ұтты деп ойлайсыз? Арсенал мен ПСЖ. Пари Сен-Жермен. Дұрыс па? Дұрыс. Счет айтайық. Арғы жақында Астана бар. Ешкім білмейді счет? Ешкім білмейді счет. Интернет жоқ қой. Именно видео осы жерге қойып қоямыз деген. Қайдан білесің Пари Сен-Жермен жеңгенін? Ойнады олар. Жоқ, мен кім жеңді де айтпадым. Жоқ, арға завтра күшті ма? Әлі сен де білмей екінші. Ешкім білмейді. Атырау тревелер ма? Ау. Like and subscribe, please. Не ол? Like and Like and subscribe, please, ма? Қайта айтшы. Like and subscribe, please. Subscribe. Like and subscribe, please. Қайсы машина? Бізді төменде жүздіміз. Күшті екен. Аттарың кім сендер? Мен атырым, Райымбек. Райымбек. Нешедесің сен? Сен нешедесің? Алтыда. Руың кім? Дулат деді. Дулат. Аяқты бала. Ну, не істеп отырсыңдар, қараңдар. Ана мусор, мына мусор. Бұл бәрі бізде қалған мусор. Өртемей пакетке салып қазір алып кетеміз.
сосын арнайы орындарында лақтырамыз. Сіздерге де осылай жасау кеңес береміз. Табиғатты аялау керек. Көрдіңіздер, бізден кейін дым жоқ мына жерде. Тап-таза, қалай біз келдік, солай қалдырып баратырмыз. Ұмытпаңыздар, бұл біздің жеріміз. Бір адам болады всегда андай. Как будто бірден істеп жатырған сияқты болады андай. Давай. Давай. Басқа жерге соқтар. Давай. Ой. Yana қатырттыңыз. Главное, полюбов. Пайда тиді. Заңда мозг керек қой, бір адам мозг болады. Мынау мозг емес енді, мынау күш таза. Қара күш, қаһарман ғой мынау, қаһарман жігіттер. Бір осындай не керек? Человек болып керек осындай. Так, біздер екіге бөлініп кеттік. Бізбен бірге мына жерде білесіздер, киелі жер, Бекет ата деген атамыздың өзінің мешіті бар. Сол жаққа қарай жарты лагерь сол жаққа кетті. Бармағандар. Барғандар, біз қазір бұлай айналып, бәрі 15-20 минуттай жүремізді. Сол жерден бұл жараның верхний панорамасын барып көреміз. Одан кейін олар оны көре алмайды. Бізде бүгін 3 локация. Верхний панорама Божжаның, средний и төменгісі. Төменгісіне біздер қонамыз, лагерь сол жерде болады. Олар среднийіне түскенде кездесеміз бірге. Сосын ары қарай уже төменге түсіп, среднийден қарап, фотоға түсіп, сол жерде тамашалап, ары қарай төменге түсеміз. Оны ары қарай көресіздер. Оның ең қызықты ана жерде болады қазір. Бізде білесіздер, бізбен бірге 3 эндуро мотоциклдар бар жатыр. Соның тамашалайсыз көріністер. Кеттік. Бектатаны зиярат етіп шығып келе жатырмыз. Енді қазір бұлаққа барып су алып, ары қарай кетеміз. Hello. You are the happiest person in the world to wake up in the Bojara. Yeah, we did. Папасы күшті көреді, папаң. Әдемі айтты. Менің ораторлық курсыма қош келдіңіз. Күннен бастап әр айтқан сөзіңізді деп. Маған да деп. Бір-екі сөзін айтшы, бір фишкаңыз. Божрадан арғай бару үшін мен курсыма жазылу керек дейді. Бір секунд. Көпшіліктің алдында сөйлеген кездегі ең басты нәрсе сіздің айтатын сөзіңіз емес, сіздің денеңіздің қимылы, яғни язык тело деп аталады. Сондықтан сіздің жүрісіңіз, адамның көзіне қарап сөйлеуіңіз,
жестикуляция, қолдың қимылы, аудиторияның ішінде жүру, яғни мінбердің артына тұрып алып сөйлемеу, жүріп сөйлеу, Стив Джобстың презентациясы сияқты, басқа сияқты. Сол кезде сіздің ақпаратыңыз, айтып жатқан ақпаратыңыз қонымды болады. Неге? Өйткені сіз назарды ұстап тұрасыз. Назарды ұстап тұру дегеніміз, мысалы, қозғалып тұрған нәрсе, қозғалмай тұрған нәрсемен салыстырғанда назарды 7 есе өзіне көп алады. 7 есе сен назарды ұстап тұрсаң, внимание, кинодағы, экшн кино сияқты. Сен айтып жатқан нәрсеңді олар түсінеді. А қозғалмай тұрып, бірақ дәл соны айтып жатсаң, олардың назары кетіп қалады. Кешке той дейді, ана сосын не көйлегімді кием, көк көйлек пе, жасыл көйлек пе дейді, сосын ой кетіп қалады. Сосын айтылатын ақпарат. Керемет! Біздің мастер-класс. Ал төлеңдерді. Кеш. Нелерің бар ма? Атырау намаз дейді. В целом сол болады. Бірақ біздің өткенде сен группаң өткен орын. Нәкка отырыңдар. Елің алдына тұрыңдар. Билейміз бе? Музыкалар ма? Мына Райымбек мында. Райымбек келіңдер. Біздер верхний панорама, бана айттық қой, урочище Бозыра. Верхний панорама. Мұны бұйыртса, ана жаққа қарай түсеміз қазір, нижнейді сол жақта қоямыз. Ана жаққа қарап тұрып, мына жерде көрінбейді камерамен, бірақ анасы бүйтіп бір 6 ма 7 лагерь көрдік. Ана жерде көрініп тұр ана. Танкистер. Танкист, танк, білмеймін қай модель, олар Алматыдан келген. Жоқ, ішіз емес, танк бірдеңе деген. Сол үшін олар кездесті алматылықтар. В общем, солай. Алматылықтар мотоцикл тұр. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Соқпайық жеп жатыр. Мынаны реттеп тастамақ. Тук-тук. Мини. Кофе. Ананис. Бауырсақ. Бутерброд. Осы дайын келген сияқты ғой кәдімгі. Ол охота рыбалка. Даланы. Аспос. Интро деп жасайды екен, интро. Директорымыз замбасын. Нұрек айтады, Нұрек күшейді соны. Бұл балық килка деп аталатын. Совет одағы кезінде ең тамақтардың ішінде килка, сосын бана тушонка деген сияқты нәрселер болды ғой. Даланың жалпы ыңғайлы жеуге. Соны дәмін татып жатырмыз, өте жақсы. Ас болсын. Егерге обед полевой осындай. Сухпайокпен жолдан тоқтап жүк жалап жатыр. Балықтар Ана басқа ғой.
Екінші қаланы күтіп тұрмыз. Итбақ болғанда өлі аншат. Жейсің ба? О, наши приехали. Не істесем де болғым келет one бесте бессіз бетте сөзім батпан оқ жетпес шапшаң тез есі оспан не істесем де болғым келет one бесте бессіз бетте сөзім батпан оқ жетпес шапшаң тез есі оспан Отбасымнан сыпырмаймын үйге алу керек мен біріншімін жауларым артымда жұтады сан өлмей ұйықта тағы бір менен атырамын таң жетістікке қарай жол саламын мұрнымнан аққанша қан әрбір күнге қуан сөзді салып таң атпастың балық алып алып дәл тиіп кеткен әлі биікте мен ары қарай кеттім енді ай бітпе не істесем де болғым келет one бесте бессіз бетте сөзім батпан оқ жетпес шапшаң тез есі оспан не істесем де болғым келет one бесте бессіз бетте сөзім батпан оқ жетпес шапшаң тез есі оспан бәшік бұл есітпей әр қадамды есептеп Настоящий танк тундра года. Отлично. Классно, рад, что увидел. Все такие настроения позитивные. Классно, что путешествуем. Вроде или мне как бы открываем. Нет, не ездим за границу, а ездим в Казахстане, показываем красоты. И это правильно, классно, что существует такое движение. Желаю вам больше ездить, больше путешествовать. На юг приезжайте, там на юге тоже много красивых мест. Горы интересные, скалы интересные, реки, леса там тоже есть. Так что если любите тур, приезжайте. Уже силы нет. Раз, два, три. Так, қазір біздер орта панорамасына келіп жатырмыз. Бұл жыраның кішкене жүру керек. Машинаны ана жерге апарып қойдық парковкаға. Одан кейін жаяу көтерілеміз. Шамамен 1 километрдей жол жүреміз. Сол жерде өте жақсы бір көрініс болады, соны көреміз бұйырса. Жаңа кіреберісте өздеріңіз көргенде танкистер шаң-шаң болып кетіп барадыр. Танк клубтың экипаждары. Бұлар енді Алматыдан келіп жатыр ғой. Ана хабарларыңыз болады, Диас деген біздің блогер сол жігіттің бастауымен кеткен экипаж. Ал енді жоғары жағында кездескенше. Сонымен қазір біз Бозжыраның ортаңғы панорамасына келдік. Ортаңғы панорамасында енді мына жер тасы кішкене тар, сондықтан өте байқамсыз болмасақ, қауіпті жағдайлары орын алуы мүмкін. Құдай сақтасын. Енді мына жердің көрінісі деген тамаша, міне қараңыздар. Мына екі нені азу дейді, екі азу. Клыт деп атайды. Бұйырса, Алла бұйырса бәрі жақсы болса, төменгі жерге барып, кешке қарай лагерімізді тігеміз, сол жаққа қонамыз бұйырса. Адамдарымыз. Ялан, бір-екі ауыз сөз айтып жіберіңіз енді. Қайырлы күн. Енді біздер бүгін керемет ауа райында осындай Бозжыраның ортаңғы панорамасы бұл. Кім байқашы? Ой, қандай. Біздерге енді ең бастысы қауіпсіздік, сондықтан барын қарап жүруге тырысамыз. Ал енді біздің келгеніміз бүгінгі ортаңғы панорама, ол әлемге әйгілі, қазіргі әлемге әйгілі осы Бозжырадағы акула тісі деген жер. Сол жерде келдік төбесіне. Мына жер қыз, оны қазір дронмен көресіздер. Абзал.
Ё-моё. Жүрек қане ауырып кетеді. Включи хотя бы. Ай, машинаның кілтін сақойды хотя бы. Ал енді, адамдарда өте әсер керемет. Өзімізде де бір ерекше эйфория. Сондықтан міндетті түрде келу керек. Бірақ қауіпсіздік ең бастысы. Бір қатты риск сіздің өміріңізге қауіпті болатын болса, оны жасамаған жақсы. Сондықтан барынша қауіпсіздікті сақтап жүруге тырысамыз. Нервға тисе итер жүреміз дейсі. Сондықтан байқас болыңдар, біз бірге саяхатқа шығыңдар. Бүкіл эмоцияны аласыздар ал. Что там? День номер ничего тоже. День номер 3, да? Біздер келдік. Бүгінгі болғанымыз жоғарғы панорама. Ортаңғысында болдық, ана жақта. Так. Кеше біздер, бүгін таңертең ана жақта болдық мына. Анау бұл ана знаменитый вид, который бәрі түсіп жүрген бар ана жақта. Себебі ана жаққа ең оңай жол. Ояққа автобустар да барылады, қалғандар да барылады. Ортаңғысында енді бана көрдіңдер. Көресіздер или көрдіңдер уже видеода? Көрді, да? Короче, уже көрдіңдер видеода. Ол жерде өте қиын жол, ауыр жол, кішкене енді әсіресе кішкене биік машина болса енді өтеді. Бүгін қазір тоқтағанымыз кешкі келіп, бұл төменгі панорамасы енді клик дейді мына жерде атауы бар енді былай. Осы жерде палаткамызды құрып жатырмыз. Так, жалпы мына жерде бір байқайтын жағдай бар. Көріңіздер, көбінде жасыл палатка тұр. Ол енді Outventure. Мына Outventure'ın мына жерде бөлінеді. Мына жерде Tesla 3. 3 адамдық размері бөлінеді. Жоқ, ана Tesla 2 бар. Ол 2 адамдықтар. Tesla 3 3 адамдық. Самый такой, короче, тут. Оптимальная палатка, короче. Мына палаткалер, вот это которые, это дешевые палатки. Доступные, айтайықшы. Доступные палатки. Бір ренжіп қалады дешевый дегенде. Бұл енді өте не. Бана жер кезде каркас болмаса қиын болады, да? Әйке? Мына жерде... Мына сіздердікі ма, Ясин? Сіздердікі ма? Мынау да жаман емес. Қазір одан кейін сізге ең жақсы палатканы көрсетейін. Так, мынау енді қымбат болады, әрине ол үшін сізде көлік болу керек. Одан кейін 200-ка болу керек. Одан кейін Қазбек деген досыңыз болу керек, негізі бауырыңыз болу керек, короче. Көрді, сразу Қазбекке дос болып кетті бәрі осылай. До этого не общались, по идее, кто-то и что-то делает. Гульнара вообще здесь, говорит, Гульнара говорит, я, говорит, за твоими детьми присмотрю, говорит, давайте наверху вместе с детьми. Вот, короче. Мына жағын қара, мына жағында не бар? Вообще чайкуют, короче, сидят. Лестница, все как положено. Плюсы, минусы есть, ну, как и везде, да? То есть, в основном плюсы, удобно. Если дождь, снег, насекомые, проблем нету здесь. Тем более мы только что змею уже видели здесь. Да, прошла под машину, зашла там. Вот сюда куда-то пошла. Ну, минус то, что ты снег поставим в городе, өзің түсіре алмайсың, нужно будет, если снимать нужно, то есть орын алады, да, то есть түсіріп шешу деген сияқты, бокс сияқты, бокс дегенде 2 адам шеше алады да, автобокс.
О, мына жақта таза ауыл вайп болып жатыр мына жақта. Ассалаумалейкумдер. Қалайсыздар, Маке? Нормально закрепились, да? Күшті, жел басылып жатырған сияқты вроде. Мына жер күшті, Макем балдарымен шықты, кішкентай балдармен. Райымбек деген баласы. Маке қалай өтіп жатыр? Маке қалай өтіп жатыр? Нормально? Ой, керемет вообще. Бірінші рет осындайға шығып едім. Енді намат клубқа көп рахмет, осындай не ұйымдастырып жатсыңдар. Это просто незабываемый будет, күшті әсер алып жатырық. Маңғыстауда мынандай жер екен, мынандай тау, мынандай мынау деген тарих қой мынау. Это миллионы лет тому назад. Это слои жизни, поколений. Это целый период. Он бәрін көріп жатыр. Өзім ихтиологпын ғой. Я ихтиологический не бітірген факультет ихтиологии и рыбоводства бізде. Поэтому бүгін көрдіңіз ғой, мында очень много итальянцев встречали, разные иностранцы очень много приезжает. В общем, в целом осылай, бәрі отбасылармен шығып жатыр, демалып жатыр, у кого-то первый раз, у кого-то второй, третий раз. Но в целом эмоции у всех позитивные, потому что большой идет заряд энергии, жақсы демалыс, интернет жоқ, ешкім маза алмайды, короче, хочешь не хочешь, все проблемы, там, реши вопрос, они остаются там, короче, да, Маке солай ғой, да? Хочешь не хочешь уже, вынуждены. Так, мына жақта Бекболаттың палаткасы. Вот қараңдар. Вот бана, короче, палатка қандай болды ғой, жоғарда, да? Здесь, короче, уже выдвижная. Она уже выдвигается, то есть за счет того, что она выдвигается, она увеличивается. За счет того, что, видишь, она выдвижная, вот там она фиксирована, а здесь выдвижная. Выдвижная, она, значит, короче, увеличивается. То есть ұзын адамдарға жақсы, кішкентай балдармен 2-3 адам спокойно жатады. Но Бекболаттың жолаушыларыма қалай, попутчиктеріме бірге жүрген қыздар. Қалайсыздар? Жамал, что без настроения? Нет, настроение классное, шикарное. Да? Тут что вообще? Курмбись вообще? Да? Серьезно? Да? Все, с сегодняшнего дня вы меня. Все, давайте. Классно. Смотри, какой луч класс. О, супер. Вообще, виды мощные. Давай. Давай, Балдар. Так, Сабрина, Румина. Я помню, кстати, Сабина Рубина. Сабрина Рубина. Асель. Кель, Асель мында, кель тоже. Келді. Димаш, кел. Димаш, Құдай берген. Давайте. Сабрина, нешедесің сен? 7. Румина, нешедесің? Димаш. Румина, нешедесің? 6-дан. Асель, нешедесің? 12. 12, Мариам? 9. Димаш, нешедесің? 5. 5-те. Мо, күшті. Райымбек, нешедесің? 3. Алды. Молодец. Ну, скоро 4-ке толатыл, короче. Берді. Қалай балдар, сіздер ұнап жатыр ма? Не ұнайды сіздерге? Бәрі ұнайды. Не ұнайды, бәрі? Үш нәрсе айтшы, не ұнайды? Біріншісі? Палатка ұнайды, төсектер ұнайды ма, сол бәрі ұнайды. Так, бәрі. Әселге не ұнайды? Тау. Тау, біріншісі, екіншісі? Дала. Дала, так. Үшіншісі? Адамдар. Адамдар ұнай ма? Күшті. Молодец, рахмет. Так, Димаш. Мариам, ой. Мариам, опасно. Он даже может ударить. Сейчас, уже ударила. Мен қызым ғой. Адамдар, палатка, заправка. Закутка. Блин, вообще заправка тоқтау, это, короче, быстрее стараешься проезжать, видишь же? Олар вообще, у них экспедиция, это... Экспедиция и заправка, это у них, как заправка без строго, не как раньше. Саби, сядь, да? Жоқ. Нет. Тау, адамдар. Қайталаманда сіз, басқа жоқ енді. Камера қара. Тау, адамдар. Жылқылар. Жылқылар жеген ұнай ма, қараған ұнай ма? Давай, Димаш. Тау, анжалдам, түйе. Түйе, сен түйе көрдің ба? Райымбек, саған не ұнайды? Оған ұнайды палатка. Давай, өзі айтсын. Райымбек, не ұнайды? Палатка, сосын? Тамақ. Тамақ, сосын? Машина? Телефон. Машина, молодцы. Че, балдар, давай, жақсы демалыңдар. Жақсы ма? Еще. Біздер анық тағы барамыз, хорошо? Келеміз сосын. Анда доп бар, доп ойнаңдар бар. Жо, мына жаққа барайық. Рустам отбасымен. Вот палатка, короче. Здесь вот так начнем. Вообще Рустам, он сам по себе охотник, профессиональный рыбак, поэтому видите, как подготовился. Машины полностью оборудованы. Шнурки здесь как положено.
маркиза. Это маркиза, вот выдвижная палатка. Сейчас я что делал? Здесь сейчас вечер сильный, закопал, здесь все как положено. Закопались, короче, здесь сидят. Чеханичная, говорится. Уже семья кушает, короче. Смотрите, видели как? Классно, На, Рустамның отбасы, жолдасы, балдары, үш баласы. Кстати, бана Димаш деген. Рекомендую Атырау-Намац. Это вообще шикарный отдых. Это класс. Всем рекомендую. Бана Димаш деген осылай кісілердің балдарысы. Интервью не брали только что. Так, балдар, сізде аттарың кім еді бізде? Диас. Диас? Каусар. Каусар? Балжан. Балжан мамасы. Диас, қалай ұнап отыр ма Диас? Иә, бәрі керемет, бәрі ұнап жатыр. Да? Иә, бәрі керемет, бәрі ұнап жатыр. Үш нәрсе ұнап жатыр. Үшінші, таза ауа, Қазақстан табиғат жерлерін көрсетіп жатыр осы. Туризмді дамытып жатыр. Басқа өзге елдердің адамдарына қызық болады осы. А сен бұрын осылай отбасымен шықтың ба? Иә, біз Атырауда шығып жүреміз. Иә, олар жақында, кстати, Дагестан, Ресей жаққа барған, көрдік осы видеоларын. Так, Каусар, сізге не ұнайды? Жаңа достарды табу, сосын табиғат және таулардың биіктігі. Жаңа досыңыздың атын есіңізде ма? Иә. Қақан күті. Болады, мен ұмытып қаламын жаңа адамдар. Мариям. Мариям, ол менің қызым ғой. Ұнап отыр ма сіздерге? Иә, өте күшті, ұнап отыр. Так, Балжан, сіз қалайсыз? Сіз как уже жена, как говорится, военного, как почти, можно сказать, постоянно на колесах. Ұнап жатыр ма сізге? Өте керемет, ұнап жатыр. Самое главное для меня это испытание экстрим. Да? Столько экстрима я, наверное, за всю жизнь не испытывала. Каждый раз все чуть-чуть осталось, и там опять этап экстрима. Это вообще класс, конечно. Сегодня, вы же на видео уже видели, какие мы преодолевали препятствия. Сегодня реально было, короче, экстремально. Но ничего, все выдержали нормально. Все, всем хорошего отдыха. Мы всех обходим, потихоньку записываем. Папасы, он даже мустиватор. Видите, как уже подготавливается, он даже к ядерному удару готов, конечно, уже здесь. Уже заранее к ночи готовимся вот так. Палаточки специально, чтобы, как говорится, разные насекомые не зашли ночью. Змеи там и так далее. Вот если ваш муж не готовит сейчас вот так, так что у вас совет, чтобы вот так все приготовил для семьи. Вот. Имеется в виду не его, а именно при такого же, по таким же параметрам, да? А что-то Рустам-то обрадовался. Все, молодцы, что. Вот классная палатка тоже. Она что, хорошо? Она стоячая. У нее, кстати, дно цельное идет. Есть цельное, есть этот отдельный. Да. Но у нас без дна идет. Ну это без дна, вы для рыбалки используете, поэтому, скорее всего. Если такого готовы. На льду они используют. На льду используем. Да. Здесь, знаете, плюс в чем? Здесь она стоячая, здесь можно ходить внутри реально. Она очень удобная для таких, как я. Вот здесь, кстати, вот я хотел сказать, здесь раскладушка есть. То есть можно с комфортом спать. Вон там мяч есть. Вот. Да, квартира, короче. Я сам вот такой формат люблю, честно. Это я не значит, что я здесь пытаюсь напроситься, просто я говорю, мне нравится. Сейчас пойдемте, еще одна палатка есть, там мне, которая сегодня приглянулась. Сейчас посмотрим. Стараемся. Сол. Вид көріндір ғой. Біздің бана 3 машинамыз келді, 2 машинамыз келді, 3 эндуро мотоциклмен біздің экстремалдарымыз бар ғой. Так. Онда Аян деген бауырымыз, тоже рыбак, охотник. У нас же YouTube канал, Аян. Ну, здесь тоже по машине видно уже, кто хозяин, какой хозяин, направление какое. С таким машиной просто не катается в городе. Мужчина для брутальных, серьезных мужчин. Вон стоит еще тоже один. Короче, здесь вот палатка. Я только что обошел пару палаток. Вот эта палатка. Одна из топовых сейчас. Номер 1 побеждает номинации. Так, где он открывается? Опа. О, смотри. Білген істеп отыр, қаршаш. Адамдар уже надули. Аян 2 баласымен кішкентай. Қараңдар. Биік та, размер биік. Қандай күшті. Раскладушка на бөлек. Отыршымен 2 баласы бар. Балдар, қалайсыздар? Do you speak English? Казах, Russian? Аттарың кім сендердің? Как тебя зовут? Как? Асылхан? Батырхан. Батырхан. А тебя? Айтпайым. Айтпайым зовут? Классное имя, Айтпайым. Мансур. Мансур, спасибо. Мансур зовут. А тебе Мансур сколько лет?
Айтпаймын тебе, такого возраста нет уже. Так, Батырхан деді ма? Батырхан сказал, да, Мансур? Батырхан зовут? Батырхан нешедесің? 6-да? Өзі айтыр. Сен ты не умеешь с детьми работать, а? 6-да? 5-те? 5-те. Мансур 8-де, да? Тамаша. Сіздерге ұнап жатыр ма? Жоқ, сіздерге ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр ма, жоқ па? Айтпайым? Не ұнап? Не ұнап жатыр, айтшы. Не ұнап жатыр? Бір нәрсе айтшы, не ұнап жатыр? Дала ұнап жатыр ма? Тамақ ұнап жатыр ма? Заправкада тамақ ішкен ұнай ма саған? Мороженое жеген? Мансур, не ұнайды, айтшы, бір нәрсе айт. Ата, ұстап аламын, сен мінді кел, Мансур. Мансур, мінді кел. Батырхан, саған не ұнап жатыр, айт, маған бір нәрсе айт. Ата, алып кетем қазір. Тоқ? Мінді кел, все, алып кетем сені. Короче, в общем, осылай балдар жүр. Біз берік түстік, кстати. Тұны жоғарға барып, 1 сағат жүріп керге жатыр. Кетті. Такси! Яндекс! Арман деген бауырымыз, эндуро мотоциклистеріміз. Михаил Бондарев. Так точно так. Загорел сегодня, прям целый день накатался от души, кажется, да? Сегодня прям по максимуму. Видели, сопровождали. Спасибо. Да. Михаил, кстати, с Усть-Каменогорска специально приехал к другу, к Александру, с семьей. Сопровождение сегодня выкатили эндуро, сегодня покатались, сегодня спустились, вот загоревшие. Да, решил опробовать мангостауские ландшафты, которые разительно отличаются от наших, но они тоже интересные. Да? Тоже интересные. Вот, здесь, конечно, больше кантри-кросс, а не эндуро, но это тоже прикольно. Тоже таким стоит позаниматься, а не только, как у нас говорят, там рыгать и страдать. Извиняюсь за мой французский. Все, поможет. Ну ничего, классно. Тоже надо увидеть эти просторы красивые. Вы первый раз, да? Я в Атырау был, Оль? В Актау. В Актау, да, первый раз. Эти вы пейзажи первый раз? Первый раз смотрю, да, я очень поражен этими пейзажами, на самом деле очень красиво. Классно. Да, очень красиво. Я даже не могу описать словами. И, во-первых, я волнуюсь, во-вторых, не могу описать словами, в-третьих, я устал. Он реально устал, потому что мы в машине уставали, люди в жару на улице. Баке, қалайсыз? Бәрі жұмбақ болып отыр. Не істедіңіз? Айтсам жылайсың. Не істеймін, кадрлар жалып келдім ана жерге барып. Контент үшін шығып келдім. Оны түсінікті. Тамаша. Баке, енді білесіздер, біздің Атыраудың беделді Атырау тревел блогері. Күшті контенттер бар, оның парақшасында ана жер жазып кетеді. Атырау тревелер. Ол осындай әдемі кадрлерді жасап, дұрыстап, монтаждап, шетелдің азаматтарын тарту керек қой, шетелдің туристерін Қазақстанға тарту керек. Даже өзіміздікін да көрсетеді. Бір адам негізі осын бастап көрсету керек оларға. Жоқ, қазақтар уже білет, келіп жатыр, көріп тұрсыздар өздеріңіз, айналаның бәрі толып жүрген қазақтар көбі. Италиядан келіп жатыр. Ол да осылай бір жерден көрді, әдемі видеоны. Осындай бар екен, барайық деп іздеп келді. Жалпы осылай негізі осындай блогерлер арқылы, осындай арнайы тревел блогерлер арқылы осылай контент жасап, әдемілеп, осылай жеткізіп, монтаждап, сіздерге жасап беретін үлкен осылай еңбек негізі. Сіздер көретін 1 минуттық видео, бұл бағанағыдай 1 сағат, 2 сағат адам мініп шығуы, түсуі, 2-3 сағат ішінде көлем уақыт кетті шыны керек. Нешеге сіздерге енді? 5:30-да келдік па? Иә, уже. Мен 4 барадырдым. Қазір 7 болып жатыр. 2 сағат көлемінде уақыт кетті енді. Шықтым, ұшырдым. Ана ішінде жел дейтін өте қатты екен. Немен тұрған өзінде қазір. Иә, мына тумен кішкене дұрыстап жақсы кадрлар жасайын ба деймін, ол невозможно. Екі адам керек міндетті түрде. Көрдіңіз ба? Нағыз патриот, так что қолдау көрсетіңіздер әрдайым. Любой адамда біздің өзіміздің жергілікті шыққан қазақтарымызға қолдау көрсетіңіздер. Тудың арманы жоқ, білсеңіздер. Бұл Индияда пілдің үстінде болды, Аурангабад қаласында болды, Элора пещерасында, барлығында көрсеттім. Тамаша бәке. Күшті. Жақында 85 мың подписчик болды, құттықтап қойық. В общем, солай. Бәрі гонить жүрік. Да, кстати, что-то кстати, жүрсек. Қалайсыздар? Сәлеметсіздер ма? Не істеватсыздар? Бағила апа, қалайсыз? Кереметпін. Керемет, иә? Керемет.
мынандай экспедиция деген тамаша. Шынайы удостоверение фото салып қойсаң. Өте керемет табиғаттың арасында, қандай жастардың арасында. Мен қуанамын осындай жастардың рухтары көтеріліп, қазақтың тарихын, тарихи жерлеріне ата-бабалардың сүре жолдарымен жүріп, жастарға үлгі өнеге болып жатқандарыңызға өте ризамын. Осы ары қарай жалғасын таба берсін дегім келеді. Үлкен ризашылығымды білдіремін. Рахмет, рахмет. Осындай жастар тәрбиеленіп алға қарай рухтары көтеріліп, біздің Қазақстан кешегі мына Бозжырадағы біздің Қазақстан туы желбірегендей қазақ еліміз көркейіп желбірей берсін туымыз. Аумин, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Біз бана Әселмен де сөйлестік, пікір алмастық, бана балдар жинап, бәріне сұрадық, үш нәрсе не ұнап жатыр деп. Не айтып біздерге? Бана видеодан көре аласыз, айтпақшы. Бәрі жинап бана. Қалай санат? Даяна? Бізге компьютер отырып жоқ па? Жоқ, ол айтады, адамдар деді, табиғат деді, сондай тау деді, тау деді. Көбіне сондай нәрселер, себебі қазір телефон жоқ, связь жоқ, амалсыздан. Сондықтан балдарыңызды осылай шығарыңыздар, насильный түрде осылай ойнасын, жүрсін, топыраққа болған насильный. Главное, оторвайте, ары қарай өздері алып кетеді. Мен мысалы білемін, қазір балдарым қайда жүрген. Сол сияқты бағанағыдай, олар жүрген шығар. Сол сияқты оларды үйреніп кетеді жалпы. Кішкене сепарация жасау керек. Так, Жанат, қалайсыздар? Шаршап отырсыз? Жоқ, вообще шаршап отырмын. Кайфовать етіп отырсыз? Кайфую. Қашан карта ойнаймыз деп отырмын. Даяны көп тиімді, вообще бірінші шыққан сияқты Даяны сіздермен, да? Иә, Ақтауға бір. Андай тек пикник, сондай бір жерге шығатын сияқты дегенде. Алмайды постоянно Даяны, да? Ренжіп жүрдің бе Даяны? Жоқ, мен өзім шықпаймын дейтін едім. Енді қалай, тағы оқып жатсыз ба? Жоқ, оқып жатырмын. Сіз насильно алып шықты ма? Жоқ, мен өзім. Сіз айтыңыз еще. Я папу заставила. Может, сіз абьюзер шығар дейсіз? Мен папаны абьюз еттім. Мен сонда алып батқан жоқсыздар ма не деп. Папаға ренжіп. Ерлан осы клубтың сасына әселі, соның отбасы, Жанат деген жолдасы, Даян деген қызы, қалған балдарын тыстап осы жолы. Онда жатыр құдай түрі, Даяна. Керемет, керемет. Мұнда енді бірінші рет шығып жатқан Байыр апамыз, сосын Даяна қызымыздың мұнда. Ол енді бәріне қатысуы, бірақ осылай енді ұзақ. Шыны керек, бұл Атырау намазтың алғашқы 6 күндік экспедициясы, соның бәрі бүгін осында қатысушылар енді біздің тарих қой, алғашқы бұл айтқанда тарих болып қалады. Бүгінгі күн, ертең тарих, сондықтан Сол, Анар қалайсыз? Анар енді біздің постоянный участник клуба. Өте жақсы, өте керемет. Біздің әдемі, рилс, банадай түрлі флешмобтарымыз түсіретін, осы бәрін осының біздің постановщик, режиссер осы кісі. Так что оның талай видеосын көре аласыз біздің Атырау намаз парақшасында, өзінің парақшасында. Мына жерде парақша ашады. Анара Тоқсанова. Галочка алып алдың ба? Өзің бояп алдың ба? Бәрі күшті, рахмет. Бүгінгі локация вообще ерекше. Супер, иә. Негізі, бұл мұндай экспедиция андай нәрсе, андай адамдарға қиындау болады енді. Желкеншек болса, енді бір удобство, комфорт дейтін мұнда ондай жоқ, өкінішке орай. Өзің аласың, соны өзің жаратасың. Примерно сондай болады, көрдіңіз ғой, да? Комфорттан шығу керек. Андай, маған мынаны бер, де ондай жағдай жоқ, дүкен жоқ, дымда жоқ енді. Шөлдесе бәрін бірге шөлдейсің, қарнышса қарнышы, в общем, уже ананың шашын көріңдер, уже андай укладка керек емес даже ешқандай. Жел қаяққа тұрады, новый прическа шығады сразу. Даяны содан кейін бас киім киіп алды Даяны. Как будто тап-таза сияқты болады шашы. Все, в общем, жайлап кішкене адамдар эмоция жинап жүрміз да. Жоқ, қазір кухня ана жақта ғой қазір. Бір жақ сояқ барамыз, шай сояқта еще. Жақсы. Да? А? Неге? Бәрімізді шулатып күлдірді. Кім жақта отыр еді дейсің, да? Кеше кішкене. Мыналар берген, аферист болып кеттік кеше. Ё-моё, ана ойынды вообще разочаровался, честно. Нормальный адамдар еді, вообще днем кешке қарай кілең, андай блефовать етіп, в общем. Страшно. Кеттік, қарайық, кухняна қарайық. Мұндай условияда енді өте оңай емес. Мұндай жағдайда тамақ дайындап, пісіру деген сияқты. Мына менің көлігім, айдап жүрген Қаныш бауырымызға көп рахмет. Так. Иә, көрдім, бізге қарсы шықты бүгін. Мына біздің бауырларымыз. Так, өздерін таныстырып жіберіңдер, бауырларымыз. Есімім Ерлан. Ерлан. Дильфуза.
В общем, мощный поварларымыз болып кешеден бері ойбай бүгінгі завтракты көрсеңіздер ғой. Көресіз ғой сіздер. Жылады ғой адамдар, ондай завтрак үйде жемеген ғой, не то что там далалықта. Ерлан. Туалет көрсе. Тамақ Ерлан, қазір бір көрсетейін. Уже тамақ басталады. Бізде бүгін картошка с тушенкой. Кстати. Бұл қара Даулет нан. Даулет нан ұжымына көп рахмет, алғысын білдіреміз. Осында бізге үлкен көмек, спонсорлық көмек көрсеткен үшін бізге тек қана осыны бермей, бүткіл макарон, суларын берді, печенье, бүткіл кекстеріне дейін, бүткіл тағамдарын берді, бізге өнімдерін берді. Бүткіл өзінде қандай өнімдер бар бізге көмек ретінде берді. Так что Даулет нан ұжымына мына жерге парақшасын белгілеп кетеміз. Даулет нан инстаграмын тіркеліңіздер, қолдау көрсетіңіздер, жергілікті өнім. Көп рахмет сіздерге. Бәріміз ризамыз. Кеттік ары қарай. Бүгін айттық, біздерде кеше тек қана мужской, женский екеуі бірге болды. Үлгермегесін, кеш келгесін. Бүгін уақыт жеткілікті болғасын. Ереке, қалай? Мына Ерекеміз, Ерлан бауырымыз, отбасымен таныстық. Мына жақтан кәдімгідей. Вообще мощный жасап қойсың. Бана қатты желі болды, каркас жасап қойған қараңдар, Ерекең. Арқан тартып. Мынау бізде женский. Если маркер болса, Бізде маркер бар. Маркер бар ма, кстати, давайте Ж деп қояйық, Ж. Так, но негізі сатып алсаңыздар, бұл жалпы туалет ретінде қолдана аласыздар. Далалыққа шыққанда екіншіден бұл душта болады негізі. Проблема жоқ, душ ретінде қолданылады. Өзінің ілетін несі бар. Мына жерде бачок болады, су іліп қоясыздар. Өзінің ішіне бекітіп несін. Қарайық мынаяқтан вход. Сіздер ойламаңыздар, просто қойып қойды деп қараңыздар. Как положено, қазып, мынаны туалет, қағаз салатын. Вообще, короче, адамдарда ауласында жоқ қондай условия, реально, Ереке. Сіз кәдімгідей үлкен потолок қойып тастадыңыз ғой бүгін. Мощно. Ал мужскойды көрейік. Әжетханадан басталады дейді да? Туризм әжетханадан басталады, так что біздің әжетхананы көріп жатсыздар. Ашпай қояйық, уже қолданыста болған, сондықтан бұл каркас, арнайы каркас, біздер жасатқан. Оны әрдайым бұзып тасып жүреміз, скотчтап. Сосын осы алып келіп, осы жерден құрып, осы тоже ішіне ағаш қой, банар сияқты жасаймыз. Оны енді Ерекеңе рахмет, бәрін ұйымдастырып, осы жақта жігіттерді жинап, бастарын қосып, всех повлекли. Рахмет, Ереке. Так, все, келесі. Мен кеттім. Шашадым, все. Мамырдың айлы түні, кеудемесіңді көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күлі. Күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды. Айналаң зұлымды, бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды. Білекті бірді, білімді мұңды тексең. Сөздеріме менің, мен сені алдамаймын. Бұл ғажайып әлемнің өлеңі тоқтамайды. Қара көздеріме қара, сөздерімді тыңдашы. Сенің жалғыз анашың, көріп сені толғайды. Үйде, 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 үйде,
жылдар созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасын, бар ғой сенің отбасың. Үйде ең әдемі көбелек, қалдыруы мүмкін жүрегіңді өкпелек. Айтқан шығар біреу өкпеңді көп төкпе деп бекер. Сол адаммен бол көбірек тексе, мәтінін бұл өлеңнің. Мен сені алдамаймын, 100 мың жылдық әлемнің. Жүрегі тоқтамайды, қара көздеріме қара. Bir dem alıp tındaşı, senin alma ağaçın. Ешқашан қартаймайды. Что я крутая Дашка, меня просят на махар. Тут своя вечеринка. Саламатсыздар, қалайсыз? Ерлан Ақтаудан бөлем. Дәулет Атыраудан бөлем. Дәулеттің кластасы Тұрғыт. Мен Ержан. Лаура Ақтаудан. Саламатсыздар. Саламат. Қош келдіңіздер. Жақсы жеттіңіздер ме аман? 17-ші экипаж, короче, тройка. Түнде жүреміз біздер. Духастый деп қойдық. Бірақ күшті еркің бар, Ерлан жаңа деген. Біз мынаның ар жағына келіп тұрдық, үстінен келіп қалдық та, мына адасып кетіп чуть-чуть. Соны қалай айналудың бізге айтып берді ғой. Сатпаевпен кадрас, соның алдына өтесің. Сонда фордан жаңа Советский өтіп кеткеннен тайманып келіп оңға бұрыласың. Шіркеуге дейін жүресің, бірақ шіркеудің алдында кирпич тұрады. Оны оңға бұрылып шіркеуді айналып барып, сосын ары қарата кетіп қаласың дейді ғой. Мұйықтыққа, Құрманғазыға. Сосын солға бұрыласың, Ноғай бетіне келіп тірелесің дейді ғой. Тап сондай қылып түсіндіріп айтып берді ғой. Сосын спокойно жетіп қалдық мына жерге. Қош келіп қалдық бәріміз. Рахмет, біздер ұйқы кішкене таза ауада ұйқы не пришло. Күшті болып отырмыз. Шайымыз марокканский шай. Бізде жаңа қымыз бар свежий. Свар деген сезіп кеттік. Шуат па қымыз ба? Қымыз. Үйде